Баршаларыңызға қайырлы күн. Арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге баялдыдан салат жасайтын боламыз. Орысша айтқанда тёшиный язык ленивый түрін жасаймыз. Дастарханымыздың сәнін келтіріп жүрген салатымыздың басқа түрімен жасап көреміз. Видеоны соңына дейін қарамас бұрын арнама жазылып, лайк басып, өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Ең алдымен баялдымызды жақсылап жуып аламыз. Одан кейін орташа көлемде турап, жарты ас қасық тұзымызды салып, үстіне салқын суымызды құямыз. Салқын суды құйып болғаннан кейін 1-1,5 сағатқа демалдырып аламыз. Демалған баялдымызды суын сырқып аламыз. Суы сырқылғаннан кейін 1 дана жұмыртқамызды салып, араластырып, қызып тұрған майға қызарғанша қуырып аламыз. Баялдымыз қуырылғанша қызанақтарымызды турап аламыз. Қызанағымызды дәл видеодағыдай қылып турап аламыз. 1-2 дана сарымсақ саламыз. Теркадан өткізіп, менде видеоға түспей қалыпты. Ол үшін кешірім сұраймын. Сарымсағымызды, қызанағымызды турап болғаннан кейін дайын болған баялдымыздың үстіне салып, жақсылап араластырып аламыз. Араласқаннан кейін 1 ас қасық майонез салып, 1 ас қасық майонез жетеді. Жақсылап әдемілеп, әдемі тәрелкемізге салып аламыз. Одан кейін әдемілік үшін бетіне укроп салып жіберсеңіздер болады. Салатымыз дайын болды. Өте оңай, жеңіл, тез жасалады.